салам, это Футзал Казахстан. Данное видео выходит при поддержке крупнейшего инвестора в казахстанский спорт компании Алимбет. Спасибо, что поддерживаете казахстанский спорт и футзал в Казахстане. Бегали. Pas öttü. Ortaga және gol! Төрехан Досов! Есепті 1-0-ге жеткізіп, Елорда командасы ақыры есеп ашты. Өте жақсы ұйымдастырылған шабуыл. Бұл жігіт бірінші лигаға бекерден ғой. Иә, Төрехан Досов нағыз керекті ойында керек-керен табылып, осылайша Кулекенов, Бегалин, Стастың соққысы! Дверный! Аңыз Дверный деген осы ғой, аңыз Дверный. Бір-бірін өте жақсы түсінетін Стас пен Дверный осы ағайын. Осылайша есеп теңесті. Футзалдан қаншама командалар кетті, қаншама ойыншылар кетті, бірақ Дверный кеткен жоқ. Басталып кетті. Егер тура осындай тартысты ойынның қатысушысы болғыңыз келсе, өтінімдерге барлығы ашық. Айттық қой, келесі жылға маусымға Қуаныш Бегалин! Не деген бір-бірін түсініскен пас, не деген бір-бірін түсінген ауыр соққымен гол! Мейірбек жұбатып, өзін жұбатып тұр. Не істейді енді? 3-1 қорғаушы айғарап жұлдыз санап қалды. Сөйтіп Елорда есепте қайта алға шықты ал. Қайта алға шықты. Әйтпесе ескерту қағасын алып қалу әбден мүмкін қазір. Нұрғалиев Жандос топпен. Тамаша Болаттар басып өтіп келеді қазір ақырындап. Ар жағынан бір пас керек қой! Гол! Серік Мажитов! Айттым ғой, қорғаушылардың қорқынышты түсіне айналған. Арқасын қойып бұрып ойнайтын арқалы жігіт Серік Мажитов осылайша Елорданың 3-ші голын соғып, есепті 2 топқа дейінгі басымдыққа жеткізді. Байды жұбат шақырып тұр қазір, ойынға қосыл деп. Әуекке бас тағы да. Әуелеген тағы бір пас және! Байдулла! Айшула, Айтула. Бұл Нұралем Байдулла. Есеп 4-1. 4-1. Ал. Не болды? Елімай тайм-аут алады. Жұбатып ортаға дейін келді қазір. Міне бос қақпаға. Гол! Осымен! Есеп 5-1-ге жетті. Иә, Елорда бірнеше лига бәсекесінің чемпионы деп айтсақ болады. Есеп 5-1.